Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Ең бірінші каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін 69-шы сабақ амоним дегеніміз не деген тақырыпқа берілген тапсырмаларды орындаймыз. 19-шы жаттығу мәтінді оқиық. Спортпен арнайы шұғылданатын адамды спортшы деп атайды. Олар жеңімпаздарды анықтайтын жарыстарға қатысады. Басты жарыс Олимпиада ойындары. Қазақстан өзінің Олимпиада чемпиондарын мақтан етеді. Сурет берілген. Бұл үш суретте біздің еліміздің намысын қорғаған Олимпиада чемпиондары бейнеленген. Ең бірінші тұрған спортшы бұл Бекзат Саттарханов. Бокстан 2000 жылғы Олимпиада чемпионы. Екіншісі Бахтияр Артаев. Ол да бокстан әлем чемпионы. Ал үшінші тұрған бұл Ольга Шишигина. Жеңіл атлетикадан Олимпиада чемпионы. Жеңіл атлетиканың ішінде қашықтыққа жүгіруден әлем чемпионы. Жалпы қазақ спортшыларының ішінде еліміздің намысын қорғап жүрген чемпиондар өте көп. Мысалы, Александр Винокуров, Бахтияр Артаев, Бақыт Сәрсекбаев, Василий Жиров, Данияр Илеусінов, Ермахан Ибраимов, Ольга Рыбакова мен Серік Сапиевті атап кетсек болады. Келесі 20-шы жаттығу. Жатқа жазып, қарамен жазылған сөздердің мағынасын түсіндір. Түріп жең, күресте жең. Бұл жерде ең бірінші жең деген сөз киімнің жеңі, яғни не деген сұраққа жауап беретін зат есім. Күресте жең, яғни жеңіске жет деген мағына, іс-қимыл әрекетті білдіріп тұрған етістік. Талып қар, күре қар. Бірінші тұрған қар деген сөздің мағынасы бұл жерде білектің бұлшық еті. Екіншісі кәдімгі қыста жауатын қар, яғни ол да не деген сұраққа жауап беріп, зат есім қызметін атқарып тұр. 21-ші жаттығу. Шақырады шымбұлақ, әппақ шың қызы, қуанбайтын кім бірақ, жарқыраса жұлдызы деген шымбұлақ туралы өлең берілген. Шымбұлақ туралы не білесіңдер? Шымбұлақ туралы энциклопедиядан қосымша ақпаратты көрейік. Шымбұлақ Алматы маңындағы Іле Алатау шатқалының 2510 метр биіктігінде орын тепкен тау шаңғылық курорты. Талғар асуының бөктеріндегі бұл спорттық кешен 1954 жылдан бастап тау шаңғысы спортшыларының сүйікті орнына айналған. Алғашқыда бұл кешен кеңес тау шаңғыларының Олимпиадаға дайындық базасы ретінде құрылған. Жарыс жолының ені 25 метр, еңістігі 11-29 градустардың аралығында. Сондықтан шаңғышылардың ең жақсы жылдамдық көрсетуіне қолайлы болып келеді. 22-ші жаттығуда суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құрап жазамыз. Ең бірінші суретте қой берілген, екіншісінде ара, одан кейін мақта. Енді сөйлем құрап көрейік. Бірінші қой деген сөзге атам жазды күні қой бағады. Екінші сөйлем Асан кітапты орнына қой. Демек, зат есім әрі етістік болып тұр. Ара бізге бал береді. Асан мен Үсен отынды аралады. Бұл жерде де зат есім және етістік болып тұр. Үшінші сурет мақта. Мақта жинау науқаны басталды. Ол әдемі көйлегін киіп мақтанды. Бұл жерде де әрі зат есім, әрі етістік болып тұрған амоним сөздер.